Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Алмагүл. Бүгін сіздермен қамыры өте жұмсақ, үлпілдек болып шығатын пирожки құрамымен бөлісетін болам. Сондықтан видеоның соңына дейін көріңіздер. Бізге қамырына қажетті заттар: ұн, сұйық май, тұз, қант, жылы су, жылы сүт, ашытқы. Ең алдымен табаға жылы сүт және жылы су, ашытқыны қосып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін сұйық май, қант, тұз салып, тағы бір араластырамыз. Сосын үстіне ұнымызды біртіндеп қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін қолымызды сұйық маймен майлап, қамырымызды жылы жерге 1-1,5 сағатқа қойып қоямыз. Қамыры дайын болғанша салмасын дайындайық. Ол үшін бізге картоп, пияз, қарабұрыш, тұз, сары май қажет. Картопымызды бөліктерге бөліп, суға піскенше қайнатамыз. Пиязымызды ұсақтап турап, табаға салып, сары май қосып, сарғыш түс болғанша қуырамыз. Піскен картоп пен пияздың үстіне дәміне қарай тұз, қарабұрыш сеуіп, жақсылап еземіз. Салмамыз дайын. Енді ашып тұрған нанымызды бөліктерге бөліп, тындырып қоямыз. Тынған қамырымыздың ішіне салмасын салып, тағы да тындырып қоямыз. Одан кейін қызып тұрған майға орташа отқа қуырып аламыз. Мінекей пирожкиміз дайын. Бір жасағаннан өте сәтті шығады. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Менімен болғандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.